Армысыздар достар, бүгін мен сіздермен еліміздегі ең бір өзекті мәселе болып отырған баспаналы болу жайы туралы әңгіме етпекпін. Жыл өткен сайын баспанаға деген сұраныс артпаса келмейді. Мемлекет тек қана мүгедектер, жетім балалар, тағы да басқа категориядағы адамдарды ғана қамтамасыз ете алады. Оның өзі бұл топтағы адамдардың өздері көптеген жылдар бойы кезекте тұрып үй алуға мәжбүр, ал қалған категориядағы адамдар өздері сатып алуына тура келеді. Баспаналы болудың қазір елімізде қолданылып жүрген негізгі үш тәсілі бар. Біріншісі сатып алу. Әрине бұған екінің бірінің шамасы жетпейді, өйткені сатып алу үшін өзіңіздің ақшаңыз болу керек, табысыңыз да жоғары болу керек. Екінші тәсіл бұл ипотекалық несие алу арқылы баспаналы болу. Бірақ бұның да көптеген қиындықтары бар. Өйткені алғашқы жарнаны төлегеннен басқа банктер ай сайынғы табыстың белгілі бір мөлшерін талап етеді. Ондай табысыңыз болмаса, ипотекалық несие алуға мүмкіндігіңіз болмайды. Яғни айтқанда табыс жоғары болу керек. Үшінші бір тәсіл бұл тұрғын үй кооперативтері арқылы үй алу. Бұл соңғы кезде бұл тәсілге иек артушылар қатары көбейіп келе жатыр. Дегенмен бұл арада да қиындық келтіретін біраз жайлар бар. Өйткені тұрғын үй кооперативтерінде арасында адамдардың сұранысының жоғары екенін біліп, алаяқтықтар жағдайлары өте көбейіп кеткен. Өзім тұратын Көкшетау қаласында соңғы 1-2 жылдың ішінде ғана 2 осындай тұрғын үй кооперативінің ұйымдастырушыларының үстінен қылмыстық іс қозғалып жатыр қазіргі күнде. Сондықтан да бұл арада да өте абай болған дұрыс. Мен сіздерге бүгін әңгіме етіп отырған тұрғын үй кооперативі бұл халықаралық тұрғын үй кооперативі BSP деп аталатын ресейлік кооператив. 4 жыл бұрын құрылған, орталығы Санкт-Петербург қаласында. Қазақстанда 2015 жыл тіркеліп жұмыс істеп жатыр. Осы уақыттың ішінде көптеген адамдар кооператив арқылы үйлерін алып баспаналы болып жатқан жағдайы бар. Бұл арада адамдар толғандыратын ең басты маңызды мәселе кооперативтің сенімділігі. Егер сенімді болса кооператив, онда адамдар бұған қуана-қуана ақшаларын салып, сол кооперативті пайдалануға ниетті болады. BSP кооперативі осыдан 4 жыл бұрын құрылып, тұрақты жұмыс жасап келеді. Осы кезде, мысалы, Қазақстанның өзінде 100-ден астам адам осы кооператив арқылы баспаналы болыпты. Таяуда ғана Астанада өткен үлкен конференцияда 27 адам осы кооператив арқылы үй алған, сертификат алды. Бұндай конференция Алматыда да болды. Алматыда да біраз адамдар сертификаттарын алды. Бұның өзі кооперативтің сенімді, жақсы жұмыс істеп келе жатқанын көрсетеді. Екінші, пәтерді сатып алуды құжаттау жұмыстарын түгелдей осы кооперативтің заңгер мамандары жүргізеді. Соңғы кездерде өкінішке орай қолдан құжаттар жасап, үйді сатып, сол арқылы сондай үйді сатып алған адамдардың үйінен де, пәтерінен де айырылып, ақшасынан да айырылып жатқан жағдайлары көптеп кездеседі. Қазіргі кезде мұндай алаяқтықпен айналысатындар саны азаймаса, көбеймесе азаймай отыр. Сондықтан да бұл арада да сақ болған дұрыс. Осы орайда кооператив өзінің заңгері арқылы сатып алатын үйді түгел тексеріп, оның сенімді екеніне көз жеткеннен кейін ғана сатып алады. Бұл да оның бір жақсы, жағымды жағы деп айтуға болады. Сосын кооперативпен жасалған екі жақты құжаттардың бәрі түгел нотариус арқылы бекітіліп, заңдастырылып жасалады. Яғни айтқанда бұл да сенімділіктің бір көрінісі. Содан кейінгі тағы бір айтатын мәселе, сіз кооперативке кіргеннен кейін ақшаңызды жинақтау немесе қарызды қайтару жұмыстарының бәрі түгел халық банкі арқылы жүргізіледі.
яғни айтқанда халық банкі бүгінде еліміздегі ең бір сенімді, ел арасына өте кең таралған банк. Барлық елді мекендерде дерлік өзінің филиалдары бар. Осы тұрғыдан алғанда кооперативті сенімді, жақсы деп айтуға болады. Кооперативтің тағы бір артықшылығы қолжетімділігі. Қолжетімділік, өйткені адамдардың көпшілігі бұл мәселеге өте үлкен мән береді. Өкінішке орай ипотекалық кредит алғанда да, немесе басқа жағдайларда да көптеген шектеулер қойылады. Мысалы, ипотекалық кредит бергенде банктер кәмелетке толған 18 жастан бастап 60 жасқа дейінгі азаматтарға ғана ипотека алуға рұқсат береді. 60-тан ассаңыз сіз ипотека ала алмайсыз. Ал кооперативте, Беспай кооперативінде сіздің жасыңызға шек қойылмайды. Кез келген жастағы адам ипотекалық бұл жобаға қатысып, кооператив арқылы тұрғын үй алуына мүмкіндігі бар. Содан кейін беретін құжаттардың ең аз ақшам пакеті мұнда қарастырылған. Тек жеке басы куәлігіңізді берсеңіз жеткілікті. Сізден басқа табысыңыз туралы анықтама, басқа нәрселер сұрап жатпайды. Айтқанда бұл да кооперативтің бір артықшылығы деп айтуға болады. Енді кооперативтің беретін жеңілдіктеріне келсек, ең алдымен сіз мысалы кооперативтің үй алу үшін 35% немесе 50% болашақ алатын үйіңіздің бағасының төлеп, мүшелік жарнағын төлегеннен кейін қалған жетіспейтін бөлігін кооперативтен 2%-ық өсіммен 10 жыл мерзімге қарызға аласыз. Ал енді ипотекалық несиедегі ең төменгі пайыздың 7% екенін ескерсек, бұл өте үлкен жеңілдік. Содан кейін тағы бір бұның бір жақсы жағымды жағы, сіз егер ай сайынғы қарызды төлеу кестесіне сай төлеп отыруға мүмкіндігіңіз болмай қалған жағдайда өтініш жазып кооперативтен 10 жыл мерзім ішінде, яғни 3 рет каникул алуыңызға мүмкіндігіңіз бар екен. Каникул дегеніміз бұл сізді 3 ай мерзімге дейін қарызыңызды төлемей, уақытша мүмкіндігіңізге қарап, мүмкіндігіңіз болған кезде төлеуге жағдай жасайды. 3 ай мерзімге дейін, яғни айтқанда сізге кеңшілік береді. Содан кейін, егер сіздің мүмкіндігіңіз болмай, тіптен ақша төлеуге, қарызды қайтаруға мүмкіндігіңіз болмай жатқан жағдайда, сіз кез келген сәтте кооперативпен арадағы келісім шартты бұзып, салған ақшаңызды өсіммен түгел қайтарып алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Немесе сол үйіңізді басқа адамның атына құжаттауға мүмкіндік бар. Яғни айтқанда сіз басқа адамға мен келісе отырып, сол адамнан өзіңіздің осы үйге салған ақшаңызды түгел алғаннан кейін, сол адамның атына құжаттауға болады. Бұл да бір кооперативтің беріп отырған бір артықшылықтары деп айтуға болады. Содан кейінгі бір адамдардың көп көңіл бөлетін нәрсесі тиімділік жағдайы. Қандай тиімділік бар кооперативтің? Осы кооператив арқылы сіз еліміздің кез келген аймағынан үй сатып алуыңызға болады. Кез келген аймақтан, қаладан ба, ауылдық жерден ба, немесе көп пәтерлі үйден ба, немесе жеке меншік үйді сатып алуыңызға бола ма, өзіңіздің қалаған үйіңізді сатып алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Өзіңіз таңдайсыз үйді, сол таңдаған үйіңізді сатып аласыз. Содан кейін сатып алатын үйдің құнының жарнасының 35 немесе 50%-ын төлейсіз. Қалған жетпейтін ақшаны кооператив сізге 10 жыл мерзімге 2%-ық жылдық өсіммен қарызға береді. Егер сіз ақшаңыз алғашқы жарнаны төлеуге жетпейтін болса, онда кооперативтің жинақтау жобасына қатысуыңызға болады.
яғни айтқанда сіз ай сайын кем дегенде 50 000 теңге салып отыру арқылы жинақтау жобасына қатыса аласыз. Сөйтіп 35% болашақ сатып алатын үйіңіздің құнының 35%-ына жеткенше жинақтайсыз. Тағы бір артықшылығы кооперативтің тиімділігі, егер сіз сатып алатын үйіңіздің 50% ақшасын төлеген жағдайда сіз 0% өсіммен қарызды аласыз. Яғни айтқанда сіз ешқандай үстіне пайыз өсімді қоспай алған қарызыңызды ғана төлейсіз. Немесе егер сіз жинақтау жобасына қатысып, пәтер құнының 35%-ын сол жинақтау арқылы жинасаңыз, онда бұндай жағдайда да сіз 0%-лық өсіммен қарыз аласыз кооперативтен. Яғни айтқанда бұл да көп тиімді